Өнердің киесі мен иесі бар деген сөздің түп төркінін сіз қалай түсінесіз? Егер бұл сөздің астарына әлі де үңілмеген болсаңыз, онда дәл осы бағдарламаға назар аударыңыз. Кейіпкеріміз Бақытбек Талқанбаев өзінің суретімен өзгенің дертін емдеп жүрген КСРО және Қазақстандағы суретшілер одағының мүшесі, халықаралық марапаттардың иегері. Жан дүниеңізді рухани тазартады. Медицина саласы кейбір науқастардың дертіне дауа таппай әлекке түседі. Сол науқасқа күш-қуат сыйлайтын суретшінің қандай құдіреті бар? Бұл сұраққа жауапты білгіңіз келсе, көңіл бөліп, қылқалам иегерінің туындыларымен жақынырақ таныс болыңыз. Емші Алла, біз пәнда, біз өзімізді тануымыз керек, адам екенімізді. Ал біздің ата-бабаларымыз өзімізді өзім тану деген ақпаратты әлімсақтан бері қағаздың бетіне түсіріп жазып кеткен. Сондықтан Абай атамыз не дейді? Көкірек толса ілімге, көз ашылар сананың дейді. Сіз ата-бабаның жолына түсіп ілімдерді қабылдасаңыз ғана сананың жолы ашылады. А сана дегеніміз не? Сана дегеніміз жаратқан емнен келетін ақпарат. Біз үшін, пәнда үшін. Сол ақпарат көкірекке толса ғана барып, сананың көзі ашылады. Сананың көзі ашылған кезде біздің денеміздегі негатив позитивке айналады. Қашаған бабамыз не деді? Күнді де біреу күндейді-ау, күнді де түнек барын білмейді-ау. Түнді де біреу түндейді-ау, түнді де сәуле барын білмейді-ау дейді. Сонда күндегі түнек деген, түнде біз шаршап, қалжырап ұйықтаған кезде жаратушының әміріменен біздің жанымыз бізден бөлініп шығады да, күндегі түнек ол үй, күндегі түнекке барып квант деңгейінде күйдіріліп, таңертең тап-таза болып біздің денемізге кіреді. Өзін таныған адам ғана Алланы тани алады. Өйткені Алла бізді, пәндамызды жаратудан бұрын кәләмді жаратты. Кәләм деген өнердің барлық түрі, Алланың сөзі. Міне сондықтан Абайдың қара сөзі, Абайдың өлеңдері, қара өлең, қара сөз, қара шаңырақ, қара бала, қара шал, қара кемпір деген ұғым, бұл Алланың заңына бағынған, жаратқан емнің құдіретін қабылдаған біздің бабаларымыздың айтып кеткен өсиеттері. Міне біз сол өсиеттерге кірген кезде ғана барып, біздің ішкі дүниеміздегі ұстап тұрған нәрселер шешіле бастайды. Сондықтан Абай айтты, жүректің көзі ашылса, хақтықтың сөр сәулесі, іште кірді қашырса, хикмет адам кеудесі деді. Егер сіздің жүрегіңіздің көзі жабық болса, ол қайдан сізге Алланың нұры түседі? Ол еш уақытта түспейді. Ал енді жүректің көзін ашу үшін адам не істеу керек? Бірінші өзіңді тануың керек. Міне қазір Құранда, болмаса ұлы кітаптарда, білім кітабында былай дейді. Жаратушы ием бізге бірінші өзінің махаббатын берді. Ол күнмен байланыста тұр. Күннен 10 қасиет біздің денемізге кірсе ғана барып, біз Алланың махаббатын сеземіз. Ол 10 қасиет дегеніміз не? 5 сезім мен 5 сана. Сол 5 сезім мен 5 сана ашылған кезде барып, біз Алланың махаббатын сеземіз. Қазір менің шәкірттерім шашынан бастап табанына дейін қуанып жүрген шәкірттерім бар. Міне Алланың махаббаты ол сездің бүкіл денеңізді қуантады. Ұйықтасаңыз да қуанып жүресіз, ұйықтайсыз, жүрсеңіз де қуанып жүресіз. Міне ем деген осы. Емші Алла, жердің бетінде емші жоқ. Жердің бетінде себеп шыған адам бар. Жердің бетінде білім, ілім, ғылым бар. Бізді жаратқан кезде соған кір деп жаратты ғой. Сол білім арқылы, ілім арқылы, ғылым арқылы өзіңді танисың. Өзің таныған кезде сен бүкіл ауруынан арыласың. Мынау қазір мен тұрған картина, бұл түйшік деп аталады. Түйшік деген жаңа Алланың ақылыменен біздің ақылымыздың екеуінің үндесуі. Сана деген сол. Сана деген сөз 1, 2, 3, 4, 5 деп кете береді. Санаса дейді. Алланың құдіреті
кереметі, қасиеті, махаббаты. Сана деген соның шексіз мүмкіндігі. Міне мынау жұмыс жүректің көзі ашылса, хақтықтың сөр сәулесі. Іштегі кірді қашырса, хикмет адамның кеудесі. Міне адамның екі жүрегінің көзі. Көп адамдар ойлайды, менің жаным тірі деп. Адам ойлайды, мен тірі жүрмін, тамақ жеп жатырмын, ақша тауып жатырмын, жұмыс істеп жатырмын, мен тірімін. Жоқ, тірі емес. Тірі адам, тірі адамның тірі. Ол 8 қырлы 1 сырлы деген қасиетке болады тірі адам. Жан жақсылық қасиеті оянады ол адамда. Сондықтан әңгіменің барлығы келіп жаңа жүрекке тіреледі. Жаңа менің айтқан сөзім, бірінші Алла бізге өзінің жүрегі махаббатын берді, екінші өзінің жүрегін берді. Үшінші Алла бізге өзінің мейірін берді. Мейірім деген сөз не нәрсе? Абай айтты ғой, адамдардың бәрін сүйдеді. Біз адамдардың бәрін сүюіміз керек, бәрін жақсы көруіміз керек. Неге? Өйткені Алла тағалам бәрін адамға жаратты. Ал енді қателесіп жүрген адамдар, олардың бәрі уақытша нәрсе. Қателескен адам міндетті түрде түзу жолға түсе алады. Мынау жұмыс торсық деп аталады. Жаугершілік заманда ешкінің терісінен торсық істейді екен. Өйткені ешкінің терісі, білесіздер, ешкінің сүті ананың сүті сияқты. Значит, оның терісі де ерекше қасиетке дарыған, терісіне де. Сол жаугершілік заманда биені сауады екен да, қымыз ашытуға уақыт жоқ қой. Торсыққа құйып шауып кете береді екен. Сонда жаңағы торсықтағы энергия, 6 энергия, молекула, атом, ядро, фотон, лептон, адрон деген 6 энергия торсықтағы сүтті қымызға айналдырып жібереді екен. Міне сондықтан мынау месілім деген ілім бар. Месілімі, көрдіңіздер ме? Міне сондай ілімдерге біздің бабаларымыз өте терең кірген. Бұл картинадағы энергия сіздің бетіңізден бастап ішкі дүниеңізге дейін өзі кіреді. Сізге айтпайды ол. Өйткені Алла біледі. Біздің әрбір клеткамызды біледі. Міне қазір ғылым дәлелдеп отыр, адамда 64 миллиард клетка бар. Сол 64 миллиард клетка жеке дара өзінше жұмыс істейді екен. Міне бүгін сіз кірдіңіз, сіздің бірнеше клеткаларыңыз уже көз ашылып жатыр. Оның барлығы неге жабылып қалады? Міне қазақ айтады, тіл бар ба? Бар. Көз бар ма? Бар. Көре алмаушылық бар ма? Бар. Қызғаныш бар ма? Бар. Қазіргі заманда осының өте қатты дамыған уақыты. Әлгі орыстарда мақал бар ғой, перед рассветом ночь темна дейді. Бір жақсылық болардың алдында қараңғылық болады екен міндетті түрде. Сондықтан қазір адамдардың сау адам жоқ қазір жердің бетінде. Сондықтан бұл жаңағы мәселен біз Құрманғазының күйін тыңдап отырсақ, денеміз шымырлай ма? Міне энергия кірді. Ал енді өзінің заманында Құрманғазы күй тартып отырған кезде өлейін деп жатқан адам тіріліп кететін бұл. Неге? Өйткені күй арқылы барған энергия адамның резервный күшін оятып жіберетін болған. Адамда бар ғой резервный күш. Міне сол резервный күшті жаңағы қазақ не деп айтады? Астральный тело деген сол резервный күш. Сондықтан мынау біздің ата-бабаларымыздан қалған өсиет, мақал мәтелдер, қиял ғажайып ертегілердің бәрінде сол керемет энергия тұр. Соның адамға өзінің уақыты келеді екен, сол энергиялар адамда ашылады екен. Енді мынау жұмыс Лұқман хакім. Құранда 31 сүре. Қазақта сөз бар, Қыдыр ата қиялап, періштелер ұялайды. Қыдыр атаның энергиясы 45 градус бағытпен адам денесіне кіреді екен, ультрафиолет луч. Ал періштелердің энергиясы 90 градус бағытпен біздің денемізге кіреді екен. Адамның көзінде 2 жау бар. Біріншісінің атын шел қаптайды дейді. Ол да аурудың бір түрі ғой. Екінші, шел неден қаптайды? Шел адамдардың қателігінен қаптайды. Біз пәнда болған кейін жердің бетінде қателік көп жасаймыз ба? Содан біздің шын көзіміз жабылып қалады екен да, біз өтірік көзбенен жүреді екенбіз. Ал енді екінші жау ләпсі.
Өзі тойса да көзі тоймайды дейді. Қоғамда бұның екеуі де болып жатыр ма? Болып жатыр. Міне осылар ауру туғызады. Ал егер сіз көзіңіздегі осы екі нәрсені алып тастасаңыз, міне мынау өнердің құдіреті арқылы, ол өз өнері, сізге айтпайды, өзі алады. 1000 жол бар адамзатты адастырар, бір жол бар ақиқатқа жалғастырар дейді. Көрдіңіздер ме? Ол мысалы исламда 70 шағым болса, міне қазақ 1000 жолды білген, 1000 жол бар дейді, адамзатты адастырар. Міне сол адасып жүргендердің барлығы олар сау адамдар емес. Сондықтан қазір мына медицинада медицина кіре алмайтын, медицинаға белгісіз рухани деңгейдегі аурулар өте көп қазір. Міне сол рухани деңгейдегі ауруларды емдейтін өнер. Енді өнер менен сұлулықтың арасында айырмашылық бар екен. Мен айта кеткенім дұрыс. Өнер дегеніміз бұл жалған дүниенің шоқтығы екен. Егер сіз жалған дүниенің шоқтығына көтеріле алсаңыз, сіздің жасаған өнеріңіз жоғарғы рухани әлеммен түйсікке кіреді екен. Сөйтіп ол сұлулыққа айналады екен, сұлулыққа. Сұлу нәрсе ғана сізге жәрдем бере алады екен. Міне сондықтан біздің ата-бабаларымыз не деп кетті? Достоевскийден бастап барлығы ғалымдар әлемді құтқаратын сұлулық деді. Ал енді сұлулық деген көрдіңіздер ме жаңағы? Рухани әлеммен байланыста тұрған біздің өнеріміз. Ол музыка болуы мүмкін, ол поэзия болуы мүмкін мінекей. Мұқағалидың поэзиясын неге адамдар жақсы көреді? Неге Пушкинді жақсы көреді? Неге жаңағы Құрманғазы бабамыздың күйлері? Сол Құрманғазыдай деңгейге жеткен адам әлі жоқ ондай адам. Өйткені ол автордың өзі ғана. Мысалы Абай да өзінің өлеңдерін оқыған кезде адамдар емделетін болған. Мәселен мынау жұмыс төртеуі түгел болса төбеде түседі дейді. Сол сөзге арналған жұмыс. Ол не деген сөз? 4 негіз: от, су, ауа, жер бір-біріменен келіспей ақырында үндестік табады екен. Сондықтан мынаны жаңағы сакральный кольцо дейді. Сакральный деген киелі дөңгелек дейді. Ал енді дөңгелек дегеніміз бұл абсолюттік шындық. Мынау жұмыс басында Қазығұрттың кеме қалған дейді. Мен сол Қазығұрт тауында жас кезімде өстім, Ленгірде туылғанмен әкем осы тауда қой бақты. Сөйтіп жас кезімнен Қазығұрттағы бір керемет құпия құдіреттер жас кезде менің бойыма кірді. Қазығұрт 2 таудан тұрады. Адам ата пирамидасы, бұл даналық. Сосын Хауана пирамидасы, ол Хауана пирамидасы Хауананы көтеріп тұр жоғарыда. Мынау жаңа Сириус жұлдызы, мынау ортада ұрпақ. Аллаға шүкір деймін, ең көп менің шәкірттерім Ресейде. Қазір адамзат рухани білмейді, рухани енергияны қайдан алады. Көбі ақшада деп ақшаның соңынан жүгіріп кетті. Бірақ рухани энергия ақшада емес. Рухани энергия сұлулықта тұр, адамгершілікте тұр, ар-намыста тұр, адами құдіретте тұр. Адамдар келіп жақсы болып кетіп жатса, мына таңбалары салып жатса, барлық қиындықтардың бәрі кетіп қалады екен. Оның бәрін ұмытады екенсіз. Бірақ қиындық адамға не үшін керек? Ілгері жылжу үшін керек. Ер шекіспей бекіспейді дейді ғой. Сол сияқты мына өмірдің өзі адамды шыңдайды. Мен сол кісілерге рахмет айтамын. Уақытысында мысалы маған кедергі жасағандарға. Қазір де бар кедергі жасағандар. Неге? Оның бәрі Алланың сынағы. Оның қағаз бетіне түсірген суреттерін бір қарағанда түсінбей жай ғана шимай ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ ондағы бейнелер адамның ішкі жан сарайына тыныштық беретін абстракциялық бағыт. Шығармалары Түркия, Германия, Франция, Ресей, Швейцария секілді бірнеше елдерде өнер сүйер қауымды таңырқатып, картиналары миллиондарға бағаланған. Төле би ауданына қарасты Ленгір қаласында 1949 жылы дүниеге келген бұл азаматтың бойында бір тылсым бары рас. Жаратқанның қалауымен бойына берген таланттың құпия сырын білу үшін шаңырағына барып, шаттығына кенелдік. Мынау алдымызда тұрған картина 1986 жылы дүниеге келген. Сонда дүниеге келгенде бұдағы белгі
Бұның жаңа қазіргі аты алтын адам туралы аңыз. Мына ортадағы шабыт деп аталады. Шабыт болмаса рухани жаңғыру. Абай айтты ғой, рухани жаңғырудың кілті дейді. Абай айтады, жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, хикмет адамның кеудесі. Міне сол жүректің көзін ашу деген әрбір өнер адамның негізгі мақсаты. Сол жүректің көзін ашу арқылы ғана ол өте жоғары деңгейдегі өнер туындысын туғыза алады екен. Музыкант болсын, жаңағы ақын болсын, болмаса күйші болсын, болмаса суретші болсын, жалпы өнердің 7 түрі бар ғой. Сол 7 түрінің бәрінің жаңағы ең негізгі концепциясы жүректің көзін ашу арқылы дүниеге керемет дүние кетіре алады екен. Сондықтан мынау жұмыстың аты шабыт, болмаса рухани жаңғыру. То есть міне жүректің көзі жылқымен байланыста тұр. Жылқы Құранда 100-ші сүре 11 аяттан тұрады. Сонда жылқы жануар, өмірде неге қазақ жылқыны жақсы көреді? Өйткені жылқы күйсемейді. 24 сағат бойы жылқы тамақ жайылады да, жылқының ішінде құрт қарын деген қарын болады екен. Атом энергиялы тұратын. Сондықтан жылқы атом энергиясының кілті екен. Міне сол кілт адамда денесінде тұр. Енді сол атом энергиясын саналы адам жақсылыққа жұмсайды. А санасыз адам оны жамандыққа жұмсайды. Сондықтан мынау 21-ші ғасырға дейінгі уақытта біз атомнан не жасап келді, біздің ғалымдар бомба жасап келді. Жаңа Ақтас әулиеде жерде 3 бұлақ бар. Сол 3 бұлақтың суы барлық ауруға ем. Адамдар барып, міне сол жерде маған жаңағы Тамирис туралы ақпараттар қағазға түседі, түсіңіздер ме? Алла деген жазу сөйледе түсі 94 жылы. Мен ол кезде білмеймін Алла деген жазу не екенін, бірақ қолым жазады өзі, түсіңіздер ме? Сонда мына Алланың ақпараты біздің мынау алақанымыз арқылы, бүкіл біздің алақанымыз арқылы денемізге кіреді екен де, Алланың ақпараты. Сөйтіп мына алақан арқылы қағазға түседі екен. Мына оң жағы самұрық құс. Міне ол самұрық құс деген біздің барлық ертегілерімізде батырларға жәрдем берген, халыққа жәрдем берген, түсіңіздер ме? Сондықтан бұл самұрық құстың жаңағы ең негізгі құдіреті, мына Кавказ тауы бар ғой, Кавказ тауы. Сол Кавказ тауы самұрық құстың патшасының тауы екен. Сондықтан Кавказ тауында міне атам заманнан бері соғыс тоқтамайды. Неге? Ол жерде харам мен халалдың екеуінің де бір-бірінен мен мықтым деп екеуі сол жерде үндестікке кіреді екен. Барлық ертегілерде самұрық құс бар ғой, білесіздер, батырларға жәрдем береді, адамдарды жаңағы апаттан аман алып қалады, самұрық құс. Міне біздің жаңағы әруақ деп жүрген халықтардың оны рух дейді, біреулер рух деген, негізі рух деген дұрыс. Сол рух самұрық құспен байланыста тұр. Біздің рухымыз қорғаушы. Сондықтан бұл оң жағында тұр. Міне мынау басы, көзі. Оның кейін мынау сол жағында Хауана. Алтын ғасыр, 21-ші ғасыр, 2012 жылдан басталды, бұның есігі ашылды. Сонда алтын ғасырдың кілті бұл аналарымызда тұр екен. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 3 рет сұраған кезде одан жұмақ қайда деген кезде ананың табанының астында деп 3 рет айтты ғой. Міне сондықтан мына 21-ші ғасыр бұл аналардың ғасыры. 21-ші ғасыр болашақтың ғасыры. 21-ші ғасыр жоғарғы сананың ашылатын ғасыры. Сондықтан біз мынау айдағы құпияны өзімізге қабылдамайынша, ол ашылмайынша, біз мына кілтті аша алмайды екенбіз. Сондықтан қазір бүкіл дүние жүзінде мынау жалған әлемнен, жалған дүниеден жоғарғы екінші рухани әлемге көтерілу процесін квантовый переход деп атайды. Квант деңгейінде өту. Міне адамзат өзінің қателігінен, өзінің түсінбеушілігінен, өзінің білімсіздігінен сол жалған әлемнен жоғарғы рухани әлем көтерілмей жатыр. Міне сондықтан жаңағы біреулерге музыка арқылы келіп жатыр. Олар жаңағы музыка арқылы адамдарға жәрдем беріп жатыр. Біреулерге поэзия, біреулерге міне сурет арқылы. Негізінде мынау біздің жасап жатқан дүниелерімізді шетелде болсын, Европада болдым мен. Бұл сурет емес дейді. Бұл суреттен жоғарғы нәрсе дейді. Мысалы, мынау Жапонияда ең бірінші сабақ мектептерде. Бұл жаңағы каллиграфия дейді оларда.
Бізде жаңағы мынау сурет салу менен шешені деген сабақ бар ғой. Оларда каллиграфия ең бірінші сабақ. То есть сурет сабағы бірінші орында екен. А бізде сурет сабағын ең төмен орынға жіберген. А негізінде адамның ішкі дүниесінде, сырт дүниесінде қалып тұратын бұл сызу өнер екен. Сызу, сызба, көрдіңіздер ме? Бұны Шәкәрім бабамыз айтады. Үйренсе ғылым менен сал өнерін, білер еді өнердің не берерін. Табысса ақын ойшыл адаммен, табар еді адалдық ар көмегін дейді. Сондықтан сал өнер деген өнер болған. Міне сол өнерді меңгерген Біржан Сал, Ақан Сері, Абай, Тәтімбет, біздің барлық жаңағы ақын жырауларымыз, би шешендеріміз бұлардың бәрі сал өнерін меңгерген адамдар. Міне сондықтан бізде сол ұмыт қалып баратқан дүние міне жайлап жаңа біздің арамыздан қазір шығып жатыр. Маған мынау негізінде мақал мәтелдердің ішкі субстанциялық формуласы ашылып жатыр. Біз мақалды сыртын ғана оқып жүріп кете береді екенбіз. Міне төртеуі түгел болса төбедегі түседі. Не нәрсе ол төртеу? Шығыстан шындық келеді, батыстан бағдәулет қонады, солтүстіктен ақыл түседі, оңтүстіктен қанат қалыптасады. Төрт негіз от, су, ауа, жер біздің денемізде тұр ғой. Осы төртеуі бір-біріменен алдымен қарсыласу арқылы үндестік табады екен. Сөйтіп мынандай сакральный кольцо дейді. Мынандай қорғаныш шеңберін тұрғызады екен. Енді қорғаныш шеңбер ол абсолюттік шындықтың таңбасы екен. Міне сол абсолюттік шындық Алланың рахым деген атымен байланысты тұр. Сонда төбеден Алланың рахымы түседі екен. 18 мың ғаламның кілтін ашады екен. Алланың рахым деген аты. Көрдіңіздер ме? Өйткені біздің Алланың рахымымен біздің денеміздегі негатив, жаман энергия жақсылық энергия айналды. Сондықтан жаратушы иеміз айтады, егер мен дейді сүйген құлының тәубасын қабыл алсам, оның бүкіл күнәсін дейді сұлулыққа айналдырып жіберемін дейді. Сондықтан мінекей бүкіл адамзат, бүкіл саналы адамдар, Достоевскийден бастап бүкіл ғұламалар, ғалымдар не деп кетті? Ғаламды сұлулық қана құтқарады деді. Сондықтан Чехов не деді? Адамда деді, адамның беті де, сыртқы дүниесі де, ішкі дүниесі де, киімі де, жүрген жүрісі де, болмысы да, санасы да бәрі сұлу болу керек деді. Солай ма? Міне сондықтан міне осы нәрсені біздің ата-бабаларымыз да өзінің мақал мәтелдерінде 100 томдық фольклорының барлығы сол адамзаттың сұлулыққа кіріп, сұлулық арқылы өзін танитын құдіреттер екенін міне біздің бабаларымыз дәлелдеп кетіп отыр. Суретшінің айтуынша оның әрбір суреттерінде Құран сүрелері сөйлеп тұрады екен. Сол құдіреттің күшімен адамның бойындағы қасиетті ашады. Осыны естігенде еліміздің әр аймағынан келіп, қолына қылқалам ұстап көрмегендер сурет салудың қыр-сырын меңгеріп кетеді. Олардың көпшілігі нашақорлыққа бой алдырған, жүйкесінде кінәраты бар түрлі жастағы адамдар. Тылсым табиғи талант оянып, суретшілік дарыны ашылған шәкірттер қаншама. Олардың оқиғасын естігенде ертегі сияқты, бірақ бұл ертегі де еліртпе сөзде емес, шындық. Жұмбақ суретші бұл құдіреттің сырын баяндап берді. 70 жастағы апа мынандай керемет ой өрнектер арқылы өзінің намаз оқып жүрген жаңағы коврик дейміз ғой, кілемін жасап отыр. Міне сондықтан әлімсақтан адамзатқа берілген таңба біздің ішімізде тұр. Мынау Арман деген менің шәкіртім. Көрдіңіздер ме? Мінекей әрбір квадратқа мынандай бір кереметтерді салып тастайды. Мынаның барлығы ақыл мен ой. Көрдіңіздер ме? Шәкәрім не деді? Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Сол нұрды тән қамышын жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, ақыл жанға мата олтыр дейді. 12 жасар менің шәкіртім 92 жылы менде 12 шәкірт болды. Сол мінекей мынандай дәрежеге көтерілді 12 жасар қыз. Сосын осы дүниелерді мен Швейцарияға алып бардым, сонда ғалымдар мына нәрсені сүйді ғой. Мінекей 21 ғасырдың таңбалары бізге түсіп жатыр деп. Көрдіңіздер ме? Енді қазіргі біздегі мектепте әр баланың жүрегін егер ашатын болсақ, ешқандай бала ауру болмайды, баланың сана сезімі өседі,
Мынау жаңа Арай деген Бейсбековтың қызы, жаңа айттым ғой мен саған. Міне 7 күнде 18 мың ғаламның галактиканың есігін ашып, жаны галактиканың есігін ашып, міне галактиканың таңбаларын салып жатыр. Міне кванттық переход деген, кванттық өту деңгейі деген осы. Енді мынау Людмила Николаевна деген кісі 60 жаста қазір. Жарты жылдың ішінде мынандай әлемнің ішіне кірді. Еш уақытта сурет салмаған адам, бірақ өзі ізденіп жүрген адам. Мен кіммін? Мен адаммын ба? Мен не істеуім керек жердің бетінде деп өзіне тыныштық бермей жүрген адам, сол өзі маған келіп, Аллаға шүкір деу керек, мінекей жарты жылдың ішінде мынандай әлемнің ішіне кіріп, қазір Ресейге бұны шақырып, бұл кісіні Ресейде сабақ беріп жүр. Ал енді шетелдің ғалымдары бұған берген оценкасы, мынау дейді, сіздің әрбір таңбаңыз дейді, бұл антенна дейді. Осы антенна арқылы жоғарыдан ғарыштық энергия түсіп жатыр жердің бетіне дейді. Аналардың сізден бұны кішкене қашықтап, қорқыңқырап келемей жатқан себебі сол дейді, көрдіңіз ба? Ақын Абай Құнанбаевтың жүрегімнің түбіне терең бойға, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойға деген өлең жолдары Бақытбек Талқанбаев секілді таланттарды меңзеп тұрғандай. Алматы қаласында көркемсурет училищесінде, сосын Мәскеудің сәулет институтында, КСР суретшілер одағы жандағы дизайнер мектебінде білім алған Бақытбек Аңсапбергенұлы миллиондаған шәкірттерімен бай. Шимай әдісімен салынған суреттеріне қарап тұрсаңыз, өзіңіз тануға деген қызығушылықты оятады. Өмірлік жолда басқа түскен күрделі мәселелердің шешімін табуға түрткі болады. 5 қыз бір ұлдың әкесі 40 жасқа жеткенде қаланың қамалынан шаршайды. Еңсесі түскен суретші барлық қызметті жиыстырып, туған жері Төле би аудандағы елді мекен Екпіндіге қонысын көшірген. Тау етегіндегі баспанадағы шағын шеберханасына келетін шәкірттер аз емес. Солардың қатарында өзінің жұбайы да бар. 2 рет инсульт алған Пернекүл Дабылды қызы дертіне дауаны сурет салудың құпиясынан тапқан. Өнер адаммен өмір сүру, жазушы болсын, суретші болсын, басқа ғылым жолында жүрген өнер адамдармен өмір сүру күрделірек жай мамандықпен салыстырыла келгенде. Бірақ дегенмен өте өзіндік орны бар өмірде, өзіндік адамзатқа деген ой көзқарасы бар, түсінігі бар демекші. Терең түсіне білетін, терең өзінің жолын мойындай білетін азамат деп түсінем. Сондықтан мен осы азды көпті 50 жыл өмір кешкен өмірімді алатын болсам, мен енді керемет қиын жағдайда өттім, андай деп астамшылыққа баруым өзі дұрыс емес деп түсінем. Ал енді менің мына өнерге келген жолым ол соңғы 5-6 жылдың ішінде кішкене өзім денсаулығым төмендеп, сол денсаулығымды түзету үшін Аллаға ниет салып, өзім осы еңбегім арқылы емделейін, мүмкін болса халыққа да пайдам тисе осы жолдасымен қатар деген ниетте бастадым. Мысалға мен өзім денсаулығым сыр берген екен бастадым деп айтып отырған себебім бір азды көпті 2 рет инсульт алған жағдайым бар, одан бірнеше рет операцияға түскен жағдайым бар. Сол жөнінен өзім шын ниетіменен жаңағы осы еңбекті жазайын деп бастадым. Оның бастаудың аса қиындығы болған жоқ мен үшін. Дегенмен бұл кісінің жаңағы 12 4-бұрышқа сызып үйреткені ол өте ұтымды, өте тез қонатығын, тез жалғастырып кете алатығын еңбек. Содан бастадым да ары қарай жалғасып кете барды. Мен үшін өте қиындыққа соққан жоқ. Рухани жағы кемелденіп, денсаулығым түзелді. Махаббатты сезінбеген, түсінбеген адамға өмір қызықсыз. Оның жүйке жүйесі осал болып тіпті қылмысқа дейін барады екен. Суретші Бақытбек Талқанбаев өнер арқылы адамның бойындағы махаббатты оятып, науқастың дертіне ем сыйлап жүрген жан. Қылқалам шеберінің шаңырағына барған біздер отбасылық бақытты да сезіндік. Біздің ата-бабаларымыз жоңғарларға, қалмақтарға қарсы күрескен кезде ұрандатып, әр рудың өзінің ұраны болған, дұрыс па? Сонда сол ұран деген сөзді ұран планетасын білгендікте айтқан екен. Ал ұран планетасы қазір ғылым дәлелдеп отыр. 9 планетаның үстінен қарайтын ұран планетасы. Ол планеталардың үстінен қарап, бүкіл Алланың энергиясын жайғастырып отырады екен. Сондықтан мына ұран деген өлең біздің ата-бабаларымыздың құрметіне. Ұран, ұлы жарылыс дірілі,
әлімсақтан күш алған, тәңірінен нұрланған, Қызыр ата қолдаған. Бабаларымыз жол берген, қуатты шындық жарқылы, көздерін ашар сананың, аналарымыздың мейірімді батасы. Даралардың дарыны, даналардың дабылы, данышпандардың айқайы, шындықтың шыңы, ақиқаттың айбары, төзімділік төркіні, сабырлықтың салқыны, ізгіліктің мейірімділері, парасаттылықтың парыздары, мінез құлықтың пәтуасы, абыздардың дауасы. Жұмысты әркез бісмілладан бастайтын Бақытбек Талқанбаев бізге де кеңес берді. Қолыңыз қалай қисайса, қалам қалай жылжыса, солай суретті сала беріңіз деп. Ішкі дүниеңіз оянып, қасиетіңіз өзінің деңгейіне жеткен жерге дейін ашылады екен. Суретшіні 8 қырлы бір сырлы дерсіз. Қазақ тілі және орыс тілінде өлең жазып, ілімнің құпиясын іздеуден талмаған Талқанбаевтың шығармашылығына қызықсаңыз, есігі сізге де ашық.